Сәлеметсіздер ме оқушылар, видеоға лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп кеттіңіздер, видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер, достарыңыз да өздеріңіз де осы тақырыпты түсініп алуға тырысыңыздар. 7 сынып физика 4-ші тоқсанға арналған БЖБ 3. Келесі тапсырма. Жер және айдың орбиталары дұрыс көрсетілген центрлік жүйені көрсетіңіз дейді. Ол бізде С. Неге? Жер күнді айналады, ал ай жерді айналып жүреді. Мына жерде айда, жерді күнді айналып отыр. Бұл қате. Мына жерде высында күн, керісінше жерді айналып отыр ғой. Бұл тоже қате. Мына жерде қараңыздар, күн, жер, ай бір домалаққа айналып жүр. Бұл қате. Жауап С варианты болады. Келесі кеттік. Күн жүрісіндегі ғаламшарлар, жер тобы ғаламшарлар және алып ғаламшарлар деп екі топқа бөлінеді. Қай ғаламшар қай топқа жататынын көрсетіңіз. Меркурий, шолпан, жер, Марс бұл жер тобына жататын ғаламшарлар, ал алып ғаламшарлар Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Кеттік. Жердің орналасуына сәйкес Қазақстандағы жыл мезгілдерін суретте көрсетіңіз. Бізде мына жер көктем болады. Көктемнен кейін біз білеміз жаз келеді. Жаздан кейін күз келеді. Күзден кейін бізде қыс. Жыл мезгілдерінің өзгерісін түсіндіріңіз. Жыл мезгілдерінің өзгерісі жердің орбита бойымен күнді айнала қозғалысы нәтижесінде өзгеріп отырады. Осымен видео сабағы аяқталды. Видео сабағы ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, все қоңыраушасын басып қойыңыз.